Сәлем достар, Қазақстан спортында үлкен жеңістер, биік белестер, таңғаларлық жетістіктермен қатар орны толмас қазалар да болған. Әлемдік деңгейде өз шеберлігін көрсетіп, баршаға туған жерінің күшін мойындатып, қазақ жерін туын желбіреткендер және болашағынан үміт күттірген, мүмкіндік есіктері алдарынан енді ғана айқарыла ашыла бастаған спортшылардың өмірден кетуі өкінішке орай елімізде бірінші рет болып отырған жоқ. Сіздермен бірге Пазл каналы бүгін қайғылы жағдайларда қазаға ұшыраған ұлы спортшыларымыз жайлы айтатын боламыз. Сіз бұл велошабандозды білмеуі мүмкінсіз, бірақ кезінде Андрей Кивилев Александр Винокуровтан еш кем емес болатын. Ол Тур де Франс жарысында 4-ші келе алған алғашқы қазақстандық. Атақты спортшы Кофидис командасымен Париж-Ницца жарысының келесі кезеңіне аттанған. Мәреге 40 шақырым қалған кезде ол командалас польшалық Мерке Руткевичке және германиялық Фолькрор Ордовскийге қағылады. Кивилев ұшып кетіп, тас жолға басымен ұрылып, мидың қатты жарақатын алады. Есінен танып қалған спортшыны тікұшақпен Сент-Этье орталығына жеткізеді. 2003 жылдың 12 наурызында спортшы есін жимастан көз жұмған. Осылайша 29 жасындағы қазақ велоспортының бір жұлдызы сөнеді. Дәл бұл оқиғадан кейін бүкіл халықаралық велоспортшылар одағы жарыс кезінде шлем киюге міндеттеді. Кеңес одағы тұсында қазақстандық зілтемірші Анатолий Храпатыйдың беделі абыройы өзгелерден оқшауланып тұрды. Өйткені дүниежүзілік бәсекелерде даңқты жерлесіміздің алмаған асуы, бағындырмаған белесі жоқ. Қазақ ауыр атлетикасына сара жол салушылардың бірі ретінде артынан ерген талай ізбасар зілтеміршілерге ақылшы аға бола білген. 1988 жылғы Сеул Олимпиадасында Анатолий Храпатыйдың жұлдызы ерекше жарқырады. Өйткені ол осы жылы спорттық ғұмырындағы ең үлкен шыңын бағындырып, Олимпиада ойындарының чемпионы атанады. 2008 жылы қазіргі ауыр атлеттерімізге Пекинде өткен Олимпиада кезінде қолдау көрсетпекші болған Анатолий арнайы мото жарық ұйымдастырады. Өкінішке орай сол жорық кезінде Анатолийдің алдынан Toyota көлігі шығып, чемпионды 47 метрге ұшырып жібереді. Соққының қатты болғаны соншалық, Анатолийдің мотоциклі екі жаққа бөлініп кеткен еді. Өз жасына қарамастан спортты барша қолдаған Анатолий есіне келмей қайтыс болып кетеді. Менің жеңісім ол қазақтың жеңісі деп атой салған бокстан Сидней Олимпиадасының чемпионы Бекзат Саттархановтың өлімі әлі де қазақтың есінде. Бекзат Саттарханов тәуелсіз Қазақстанның тарихында Олимпиада ойындарында тұңғыш алтын медаль алған қазақ болып саналады. Бекзат Саттарханов Олимпиада чемпионы, талай жыл ұмтылған биіктікті міне 20 жасар жігіт алып берді. Сидней Олимпиадасынан кейін оның аты аңызға айналды. Бірақ өкінішке орай аңыздың ғұмыры қысқа болды. Қазақстанның көк туын биікке көтергеніне қуаныштымын. Және дүниежүзі халқының алдында Қазақстан әнұранын шырқатқанына қуаныштымын. 2000 жылы 31 желтоқсанда халық Бекзаттың тас жолында жол апатына ұшырады деген қаралы хабарды естиді. Бекзат 31 желтоқсанда сағат 22:00 шамасында туған жері Түркістанның орталық алаңында жыл адамы атағымен марапатталады. Содан кейін жаңа жылды достармен бірге қарсы алуға асыққан Бекзат Шымкентке аттанады. Түнгі сағат 23:40-та Бекзат отырған көлік апатқа түсіп, ол жаңа ғасырға 20 минут қалғанда өмірден озды. Бекзат тірі кезінде Құдайға қатты сенемін, қол жеткізген атақ даңқтың барлығы алаң қалау екеніне де сенемін. Ішімдіктен аулақпын, мешітке жиі барамын. Ала жазса тұрақты түрде намазға жығылсам деген ниетім бар. Австралияға аттанарда Түркістандағы өзім оқыған мектептің директоры қасиетті Құран кітабын тарту етті. Сол кітап Сиднейде жатсам да, тұрсам да жанымда болды деп айтқан. Саттархановтың қазасынан кейін 9 жыл өте Қазақстан боксы тағы бір қайғы қаусатты. 2009 жылы Геннадий Головкиннің досы 20 жастағы Ермек Серіков қаза болды. Азияның 3 дүркін чемпионының оқиғасы
бірнеше күн бұрын өмірден өткен Денис Тендікіне ұқсас болды. Кәсіпқой боксқа ауыспақ болған спортшы Шахтинск қаласындағы жанармай құю станциясында Владимир Шепинмен жанжалдасып қалады. Төбелестен кейін Шепин көліктен аңшы мылтығын алып шығады да атқан оғы Серіковтің жамбасына тиеді. Оқ тамырды жарып, спортшы келесі күні көп қан жоғалтқандықтан ауруханада көз жұмды. Бұл 2009 жылдың 11 тамызында болған қайғылы жағдай. Ермектің өліміне кінәлі Шепин 2012 жылы 7,5 жылға сотталады. Алайда бір жыл өтпей оның жүрегі тоқтап, ол да қайтыс болып кетеді. Күні кеше өзінің шеберлігінің арқасында мұзды жібіткен Денистің қайғылы оқиғасы бүгін Қазақстанның жүрегін жібітуде. 2014 жылғы қысқы олимпиаданың қола жүлдегері, 2015 жылғы 4 құрлық чемпионатының жеңімпазы, 7-ші қысқы Азия ойындарының чемпионы және көптеген басқа да марапаттардың иесі Денис Тен Қазақстан тарихында мәнерлеп сырғанаудан ең атақты спортшы болған еді. Денистің қазақстандық қоржынында барлығы 10 алтын, 4 күміс және 3 қола медалі бар. Оның басым бөлігін ол халықаралық турнирлерде жеңіп алған. Сонымен қатар халықаралық конькишілер одағының ағымдағы рейтингінде ол әлемнің үздік мәнерлеп сырғанаушыларының ондығына кірген болатын. Белгілі қазақстандық спортшы 25 жасында өмірден озды. 19 шілдеде сағат шамамен 15:00-де Құрманғазы мен Бәйситов көшелерінің қиылысында Денис көлігінің әйнегін ұрламақ болып жатқан екі ұрының үстінен түскен. Сол жерде туындаған жанжал барысында ұрылар Денисті пышақпен жарақаттаған. Жан сақтау бөліміне жедел жеткізілген Денистің оң жақ санының жоғарғы тамырлары жарақатталып, қатты қан кету басталған. Салдарынан 3 литр қан жоғалтқан Тен қайтыс болып кетті. Әлеуметтік желілерде ұрылар автокөліктің айнасын емес, қазақ спортының айнасын ұрлап кетті деп айтуда. 25 жастағы дарынды спортшының өмірі үзілгені көпшіліктің жанына батып, қабырғасын қайыстырғандай. Бұл хабар төрткүл дүниеге де тез тарады. Бүкіл әлемдегі жарық жұлдыздар да өз көңілдерін айтып, Денисті жоқтап жатыр. Әрине, бүгінгі видеода көрсетілген спортшылардың орны біздің тарихымызда ерекше. Бірақ олардың орнынан Алланың қалауымен жаңа ұрпақ келіп, көк туымызды желбіретіп, еліміз жаңа белестер мен жаңа жетістіктерге қайта жетер. Бүгінгі видеомызды өз достары мен туыстарыңызға таратып, елімізде болған ұлы спортшыларымыздың есімдерін баршаға тағы бір рет танытып жіберейік. Ал егер сіз пазл арнасын бірінші рет көріп отырсаңыз, онда арнамызға тіркеліп, қасында шыққан қоңыраушаға басуға ұмытпаңыздар. Сонда біздің жаңа шығып жатқан видеоларымызды әрдайым ең бірінші болып көретін боласыз. Және біздің барлық әлеуметтік желілерімізге тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыз. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.